Алматының шет жағындағы көп қабатты үй. 4 бөлмелі пәтерде Айсұлу мен жолдасы Ерлан, 2 баласы, 8 жастағы Іңкәр мен 4 жастағы Мұхаммед тұратын. Тұрмыстары жаман емес, өз алдына бөлек өмір. Бірақ соңғы 2 аптадан бері үйдің ішінде біртүрлі жайсыздық пайда болды. Бір түндері Айсұлу ұйықтай алмай, сағат 3-тер шамасында ұйқысы шайдай ашылды. Құлағына әлде бір тық-тық еткен дыбыс естілді. Алғашында балконнан шығар дыбыс шығар деп ойлады, бірақ тыңдаған сайын жүрегі дір етті. Ол дыбыс дәл жатын бөлменің ішінен, шкаф жақтан шыққандай. Ол Ерланды оятайын деді, бірақ күйеуі терең ұйқыда. Айсұлу баяу түрегеліп жарықты қосты. Ештеңе жоқ. Бәрі тыныш. Тек сағаттың тықылы ғана. Жарықты сөндіріп қайта жатты. Бірақ сол сәтте шкаф есігі өзінен өзі сәл қозғалғандай болды. Айсұлуның тамағына бірдеңе тығылғандай демі ішіне тығылды. Мүмкін терезеден жел кірген шығар деп өзін жұбатты. Ертеңде таңертең тұрғанда бәрі қалыпты. Балалар мектепке кетті, Ерлан жұмысқа. Бірақ күндіз үйде жалғыз қалған сәтте Айсұлу кенет ас үйден ыдыс сылдыры естіді. Барса, үстел үстіндегі қасық еденге түсіп жатыр. Терезе жабық, жел жоқ. Кешке Ерланға айтты. Ерлан үйде біртүрлі нәрселер болып жүр. Қойшы, Айсұлу, кино көп көріп кеткенсің. Балалар бар, бәріміз шаршап жүрген шығармыз деп күлді Ерлан. Бірақ Айсұлу күлген жоқ. Ішін бір күдік, бір суық сезім қарып өтті. Түн түскенде тағы да сол дыбыс. Бұл жолы шкаф емес, дәліз жақтан. Аяқтың табаны еденге баяу тық-тық етіп тиді. Біреу жүріп бара жатқандай. Айсұлу қолындағы телефонын қысып ұстап дәлізге қарады. Түнгі жарық әлсіз. Қара көлеңке ішінде бір сұлба тұрды. Бір сәтке көзін сүртіп қайта қарады, ешкім жоқ. Бірақ еденге тамған бір екі дымқыл із қалды. Ол кезде Айсұлу әлі білмейтін. Бұл тек бастамасы ғана еді. Сол түні Айсұлу көз іле алмады. Таң ата есік алдынан шыққан жарыққа қарап, бір түрлі жеңілдік сезінгендей болды. Бірақ таңғы тыныштықтың артында белгісіз үрей тығылып жатқандай еді. Ерлан жұмысқа кетті, балалар мектепке дайындалып жатқан. Іңкәр кенет тоқтай қалып ас үйге қарады. Анашым деді ол баяу, түнде менің бөлмеме бір апай кіріп шықты. Қай апай? Деп Айсұлу аң-таң болды. Білмеймін, шашы ұзын, үстінде қара көйлек. Мені жыламашы деді де кетіп қалды. Айсұлуның денесі мұздап кетті. Іңкәр, ондай әңгіме айтпа, жарайма, деді ол баласын құшақтап. Бірақ қыз біртүрлі сенімді кейіпте басын изеді. Ол шын болған, мама. Мұхаммедте көрді. Кішкентай Мұхаммед анасына қарамай, ойыншық көлігін айналдырып отыр еді. Ол түнде шкафқа кіріп кеткен деді жай ғана. Айсұлуның жүрегі дүрсілдеп тұла бойын үрей қаптады. Бұл жай түспе, әлде балалардың елесі ме, түсінбеді. Бірақ күн өткен сайын үйдің іші ауырлай берді. Түн сайын бір нәрсе қозғалады. Есіктер сықырлайды, су өздігінен ағады, кейде кіре берістен күбір естіледі. Ерланға айтса, бәріне түсінік тауып, үй ескі ғой, құбырлар шулап жатқан шығар деп сендіргісі келеді. Бірақ бір кеште бәрі өзгерді. Ерлан жұмыстан кеш қайтты. Балалар ұйықтап қалған. Айсұлу диванда кітап оқып отыр еді. Кенет дәліз жақтан бір дыбыс шықты, сықыр-сықыр. Ерлан жай ғана басын көтеріп, құбыр тағы деді де, ас үй өтті. Бірақ бір минут өтпей жатып, оның даусы қатқыл шықты. Айсұлу, келші мұнда. Ол жүгіріп барды. Ерлан тоңазытқыштың алдында тұр, көзі шарасынан шығып кеткен. Еденде су жиналып тұр. Бірақ су тоңазытқыштан емес, ішінен дәл ортасынан, еш жермен байланысы жоқ жерден баяу ағып жатыр еді. Ерлан қолымен ұстап көрді, мұздай су. Содан кейін бірдеңе болды. Ас үйдің жарығы жыпылықтап кенет сөніп қалды. Сол қараңғылықта Айсұлу анық естіді. Мені неге ұмыттыңдар? Әйел дір етті. Дауыстың иесі белгісіз. Бірақ ол үйдің дәл ішінде естілді. Жарық қайта жанғанда су да жоқ, бәрі құрғақ. Еден тап-таза.
Ерлан үнсіз тұрды, көзін төбеден алмай. Айсұлуның қолы қалтырап көкірегін ұстап қалды. Бірақ ол кезде олар әлі білмейтін, сол түннен бастап бұл үйде ешкім жалғыз болмайтын.